Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Міне жаз шықты, көктем шықты, аузымыз аққа тиіп қуанып жатырмыз. Біздің де ауламызға сүтіміз келіп, жылдағы өзімізге сүт әкелетін кәсіпкеріміз бізді сүтке қарық қылып жатыр. Мен де жылдағыдай 10 литр сүтімді алып, бүгін сүт тартып жатырмын. Бұйырса қаймақ жейміз, ірімшік жейміз, сүт жейміз. Керемет болды. Енді мен осы өзімнің құрылғымды, яғни сүт машинамды алып, бәрін жуып, шайып. Менен көбі сұрайды, сіздің машинаңыздың маркасы қандай деп. Менің машинамның маркасы ОМ3. Мен оны Каспий магазиннен алдым. Сол кезде 35 пе, 37 ме сондай теңге тұрды. Енді торсығымызды жинаймыз ең бірінші. Енді барлығыңызда торсық жинауды білетін шығарсыздар. Өзінің резинкасы болады. Одан кейін қалбағайларды бекітетін тағы бір құрылғысы болады. Ана аппақ болып тұрған. Одан кейін екі түрлі қалбағайларды кезектестіріп тұрып жаңағы орналастырамыз. Суретте екі түрлі қалбағайлар көрініп тұрған шығар. Біреуі жазық болады, біреуінің бүртік-бүртік жерлері бар қалбағайлар болады. Соны кезектестіріп жасауды ұмытпау керек. Екеуі қатар түсіп кетсе, онда да біздің қаймағымыздың дұрыс ақпай қалуы мүмкін. Барлық қалбағайларды орнатып алғаннан кейін торсығымызды жабамыз. Оған дейін қаймақ ағызатын қалбағай тағы да болады. Міне осындай қалбағай болады. Осының сары жезіне көп көңіл бөлу керек. Қаймақты қою ағызатын, сұйық ағызатын осы қалбағайдың сары жезі. Қалбағайдың қаймақ ағызатын сары жезіне көбірек көңіл бөлу керек. Ішіне кіріңкіреп кетсе, онда қаймағыңыз өте аз шығады, қою шығады. Кішкене 1 миллиметр сыртқа шығарсаңыз, қаймағыңыз сұйықтау бастап ағады. Соған көп көңіл бөлу керек. Сұйықтау қаймақ керек болса, онда өзіңіз қолмен жаңағы келтіріп алуға болады. Өзінің жаңағы бинтіменен бұрап, торсығымызды осылай дайындап аламыз. Енді оны машинамызға орнатамыз. Одан кейін енді жаңағы сүт ағызатын, қаймақ ағызатын жаңағы құрылғыларын осылай орналастыра береміз. Одан кейін сүт құятын ыдысымызды кілтімен орналастыру керек. Міне біздің машинамыз дайын. Сүтті қан жылымнан жоғары қылып жылытамыз. Енді мен қаймақ ағызу үшін осындай бір керемет кастрюльімді пайдаланайын деп жатырмын. Оны маған абысыным кеше көрісуге барғанда сыйлыққа берген еді. Ең бірінші осы кастрюльмен мен қаймақ ағызайын деп жатырмын. Бұйырса қаймақ жинайтын боламын. Енді бұны мен өлшеп алып жатырмын. Соңыра қанша қаймақ шыққанын білу үшін. Қазір 438 грамм болып тұр екен. Машинамызда қаймақ ағызатын, сүт ағызатын ыдыстардың бәрін дайындап қойдым. Енді мен осы 10 литр сүтті газға қойып, қан жылымнан жоғары қылып ысытып аламыз. Сүтті міндетті түрде сүземіз. Одан кейін машинамызды әбден қыздырып аламыз. Одан кейін барып сүтімізді құятын боламыз. Одан кейін машинамыздың кілтін ашамыз. Енді бірден көпке ағызып қоймаймыз. Жайдап, егер қаймағымыз өте қою ағып жатса, о сүтті бірте-бірте кілтін ашып, жаңағы сұйылтып, қаймағымызды солай ағызуға тура келеді. Соның бәрін қадағалау керек. Міне менің сүтім бастап ақты. Мен қаймақтың қалай ағып жатқанын қарап, кілтін сол бойынша
бұрып ашатын боламын. Бірінші сүтіміз ағады, одан кейін қаймақ бөлінгеннен кейін қаймағымыз ағатын болады. Міне менің қаймақтарым да бастап ақты. Енді сатып алған сүттен керемет қаймақ май жинамағанмен өзіңнің күнделікті жейтін тамағыңды жасап алып отырасың. Өйткені дүкен, базар бәрі күйіп тұр. 10 литр сүтті мен 4,5 мың теңге ғана алдым. Литрі 450 теңгеден. Ертең жазда сүт көбейгенде ол былтырда мен 350 теңгеден алып тарттым. Міне қаймақ қандай әдемі шығып жатыр. Байқасаңыздар. Мен осы сүтті мен тартып болып қалдым. Торсықтың ішінде қаймақ көп қалып қояды, сондықтан сүт бітер кезде кішкене кілтін ашып, одан кейін сол жаңағы шыққан көк сүтпен, бір-екі бақырашпен, ожаумен торсықтың ішін мен қайта-қайта шайып алам. Сол кезде торсықта көп қаймақ қалмайды. Міне қаймағым менің осындай болып шықты. Енді өлшеп көрейік. Қазір өлшегенде менде 994, яғни 1 литрдай шықты. Сонда менде бір 550-560 грамдай, енді жарты келіден көп қаймақ шықты. Енді ол қалыпты жағдай, әрі сиыр жаңа туып жатқан уақыт, жер көктеген жоқ, сондықтан да сондай қаймақ шығады. Енді мен осы сүт тартқан күні рақаттанып бүткіл тамағын пісіріп алам. Міне мен құймағымды пісіріп алдым, жақсылап тұрып. Сол қаймағынан ажыраған сүттердің бәрін бөліп тастаймын. Күнбе-күн таңғы асқа қашып пісіретін сүтімді алып қоям. Осындай құймақ пісіретін сүтімді де алып қоям. Одан қалған мен ірімшікке қойып қоям. Өйткені мен жақында ғана айран сатып алған болатынмын, шайымның сүтін де сатып алған болатынмын. Сондықтан да сүтке де, айранға да алаңдамайым. Мен тек қана қаймақ ағыздым, және жаңағы осындай құймақтарымды пісірем. Кашыме алып қалдым. Қалған мен осындай қылып жаңағы айран үйтіп қойдым. Міне бір күн тұрды, көк суы бөлінген екен, жақсылап тұрып. Мынау менің мәріден тігіп алған, осы 3 жылдан бері ұстап келе жатырған жаңағы қапшығым. Жақсылап тұрып жу алып қоям, кептіріп қап 4 қабаттап тұрып осы кереметті тігіп алған. Енді осыларды сүзіп аламыз. Негізінде үйдің іші салқындау болып кеткеннен кейін мына менің айраным әлде керемет болып үйу керек еді. Енді бұдан тұра берсе ол ашып кетеді. Сондықтан да мен амал жоқ бұны сүзіп алайын деп жатырмын. Әлде көк сүті бөлінгенде ол керемет болатын еді. Енді осындай, енді бізде қалада басқа мүмкіндік жоқ. Мен осылай раковинаға ағызып алам. Негізінде көк сүтінің өзі ол деген өте пайдалы. Оны адамдар сыворотка деп оны сатып та алып жатады. Ішек жолдардың бәрін тазалауға өте пайдалы. Сондықтан да оның көк суында төкпеу керек. Міне мен осындай әдіспен жылда пайдаланам. Осы менде 2 сағат жарымдай тұрды. Осылай басып қойғаным. Міне тым жақсы болып сүзілген екен. Менің ірімшігім ешқандай да дәмі де болмайды. Сол күйінде тұп-тұщы болып керемет сүзіледі. Өйткені айран болып үйіп тұрғанда көбірек ширекте тұрып қалмау керек. Сол кезде біздің ірімшігіміз тәп-тәтті болады. Міне осындай болып престеріп, керім болып, суы әбден сарқылып сүзілген екен. Енді оны қазір бір ыдысқа салып аламыз. 4,5 мың теңгеге мен осындай көптеген тағамдар жасап алдым. Егер қалада тұратындардың құлағына алтын сырға, осылай өзіңіздің ақшаңызды үнемдесеңіз болады. Менде 900 грамдай ірімшік шықты. Міне қымбатты менің оқырмандарым, осымен мен өзімнің бейнемді аяқтайтын болам. Егер бейне сізге пайдалы деп есептесеңіз, міндет арнаға тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар.